Сәлем балақай, қалайсың? Сенімен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгін біз әліпби әлемінің 3-ші әрпіне саяхат жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен бейнероликке назар салайық. Ондағы сөздерді менімен бірге қайталап отырамыз. Бұлт, бесік, өпе, балапан, бұғы, бақа, балық, барыс, бүркіт, байрақ. Балалар, бейнероликті қарап болсақ, бақа, бесік, бөпе сөздері қай әріптен басталып тұр? Дұрыс айтасыңдар балалар. Б әрпінен басталып тұр. Яғни біз бүгін әліпбидің 3-ші әрпі Б әрпімен танысатын боламыз. Алдымен Б әрпін бәріміз бірге айтып көрейікші. Б. Жарайсыңдар балалар. Ал біз Б әрпін А әрпі сияқты әуендетіп, әндетіп айтып тұрмыз ба? Дұрыс айтасыңдар балалар. Айта алмаймыз. Себебі ауа кедергіге ұшырап шығып тұр. Б әріпі дауыссыз дыбыс болады. Ал біз дауыссыз дыбысты қандай текшемен белгілейтін едік? Дұрыс айтасыңдар балалар. Көк текшемен белгілейтін едік. Балалар, біз енді Б әріпінің жазылуымен таныс боламыз. Ол үшін дәптер мен қаламсапты дайындаймыз. Бейнероликті мұқият тыңдаймыз. Келесі бейнероликке назар саламыз. Б әріпін бірге жазып үйренетін боламыз. Б әріпі бас әріп және кіші әріптен тұрады. Алдымен бас әріпін бірге жазайық. Төменгі жағы тұйықталған көлбеу сызық сызамыз. Және сол жаққа бағытталған жарты құрсауды саламыз. Соңғы элементі сол жағы тұйықталған көлбеу сызық. Ал енді кіші әріпті бірге жазып үйренейік. Оңнан солға қарай дөңгелек жасаймыз. Оған жанастыра түзу сызық жасаймыз. Оңға қарай бұрып түзу сызық сызамыз. Балалар, бейнероликті мұқият қарап шыққан болсақ, Б әріпін ауада жазып үйренейік. Алдымен қолымызға қаламсапты аламыз. Нұсқау бойынша Б әріпін жазамыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біз бүгін қандай әріппен таныстық? Дұрыс айтасыңдар. Әліпбидің 3-ші әрпі Б әрпімен таныстық. Б әрпі қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар. Дауыссыз дыбыс. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма Б әрпінен басталатын 10 сөзді жаттап келу және жатқа айту. Келесі кездескенше.